18 градусқа дейін аяз. Синоптиктер алматылықтарға ескерту жасады. Синоптиктер Алматы тұрғындарына аяз бен көктайғақ болатын туралы ескертті, деп хабарлайды Теңірнеws KZ тілшісі. Қазгидромет болжамына сәйкес, 9 желтоқсаннан бастап Алматыда ауа температурасы -18 градусқа дейін төмендеп, қар жауып, жел күшейеді. Жолдар мен жаяу жүргіншілер жолында көктайғақ болуы мүмкін. Жүргізушілерге қысқы маусымдағы жол қауіпсіздігі ережелері ескертілді. Қауіпсіз арақашықтықты және бүйір аралығын сақтау, қолайсыз ауа райы жағдайларын ескере отырып, жылдамдықты шектеуге мұқият назар аудару, жол белгілерінің нұсқауларын қатаң сақтау, маневр жасауға және көлікті кенет тежеуге тыйым салу, жаяу жүргіншілерден қырағи болу, жүргізуші сізді көріп өтуге рұқсат беретін көз жеткізіп, жолды кесіп өту керек екен. Сондай-ақ, көктайғақ кезінде көлікті тежеу уақыты ұзартатынын ұмытпаңыз делінген хабарламада.